Барлықтарыңызға сәлем. Бұл 1001 кәсіп YouTube каналы. Бүгін бізде 10-шы шығарылым. Қонақта Қазалы ауданындағы Уют Хоум дүкені. Үйге арналған жабдықтар, әртүрлі орамалдар, халаттар сатылатын дүкеннің негізін қалаушысы Раушан ханым, қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, шубымды сатып бастадым деп. Жалпы осы кәсіпті бастауға қанша сума керек болады? Үйде отырып, болмаса шағыннан бастағым келеді деген жандар үшін. Ең бірінші мен үйде отырып сатып бастадым. Сол кезде маған жаңағы шубымды саттым дедім, 100 000 теңгеге. Сол қаражатпен бастап, соны айналдырып, сол ақшаны үлкейтіп, мен магазинге шықтым. Егер жаңағы үйден сатып бастағым келеді деген жандар болса, мен қатты үлкен суммадан емес, кішкене суммадан бастап көрген жөн деп санаймын. Ол қолынан келе ма, бірінші бақылап көру керек. Мүмкін көп ақшаны салып жіберіп, ақтай алмай қалатын да жағдайлар болады ғой. Жалпы енді сізде барлығы Түркиядан келеді дедіңіз, солардың арасында қазақстандық өнім бола ма? Жоқ, бізде енді бізде производство Қазақстанда дамымағаннан кейін бізде бар, бірақ Пекин, Қытай, Гуанчжоу, Өзбекстан секілді мемлекеттердің заттарын сатамыз. Бірақ соның ішінде сапалысын таңдап, зерттеп, қолданыстан өткізгеннен кейін мен клиенттерге ұсынамын. Себебі ол жаңағы елдерде де өте сапасы төмен, даже Түркияның өзінде де сапасы төмен заттар бар ше, бірақ оны дұрыстап зерттеп, қарап алу керек та адам. Қай елдің де сапа рейтингтері болады әр затта. Жалпы енді осы кәсіпті бастаған кезде алғашқы 6 айыңыз туралы айтып беріңізші, қалай болды? Мүмкін ойымнан мен жасай алмайды екенмін деген сондай болды ма? Жоқ, мен алғашқы 6 айда мен енді қатты жақсы көрдім ғой бұл саланы ше. Негізі адамға ең бірінші махаббат керек өз кәсібіне деген. Мен жақсы көргенімнен даже қиыншылықтарды даже көрмедім де. Қазір есімде жоқ, 6 айда мен кәдімгі рахаттанып тұрып, адамдармен сауда жасағанды жақсы көремін ғой. Солай рахаттанып тұрып, еще адамдардың сен жақсы несін аласың, жақсы отзывын аласың, жақсы нәрсені сатқаннан кейін. Сол махаббатпен шабыттанып, мен даже 6 айдың, даже 1 жылдың қалай өтіп кеткенін білмеймін осы кезде. Бұлай ана болмай қалды деп назарыңыз о жаққа бұрмайсыз, тек жасай бересіз, алып тоқтамай. Мен тек қана алға жүремін дегенс, артқа қарауға менде уақыт та жоқ. Жұмыс барысы енді жалпы қалай жүреді сізде? Мысалы, айлап күтіп қалатын жағдайлар бола ма заттарды? Иә, болады. Қиыншылықтар болады. Қиыншылығымен қатар қуанышы жүреді. Кейде жаңағы жолдың, мысалы қыста, көктемде жолды жаңағы кедергілердің болуына байланысты сырт жақтан Түркиядан алатын заттарым 1 ай, 1,5 айға дейін кешігіп кететін уақыттар болады. Сол кезде мен саспай, абдырамай, басқа да товарларымды әдемілеп тұрып, көрсетіп, клиенттермен сабыр сақтатып, өзім солай Инстаграм арқылы жұмыс жасаймын. Инстаграмда басқа нәрселермен бөлісіп, немесе қажетті пайдалы ақпараттармен бөлісіп, сондай кезде мен қалай айтады? Сондай сақтанып шығып кетемін сондай ситуациялардан. Негізі менің жұмысым азанда барамын, кәдімгідей, қасымда баламмен жүремін. Кішкентай балаңыз, кәдімгідей үй сияқты кілем жайып жасап қойған. Мен бір неден көргенмін, енді ішінде кәдімгідей үй сияқты терезеге жаңағы жалюзи қадалып, кілем жайылып, жерге кәдімгі витриналар тұр. Мен негізі арманым өзім Стамбул мемлекет қаласына көп қыдырамыз, күйеуімізбенше. Сол кезде көремін ғой, кәдімгідей кілемді жайып, кофе беріп, адамға условия деген нәрсе бірінші орында тұрады. Ол сауда-саттық мемлекеті болғаннан кейін. Мен де сондайды негізі армандадым, бірақ қаражатыңа да қарайсың ғой, бірден ондай күшті жерден ашу маған ол бірден мүмкін емес та. Және де қасымда балам болғаннан кейін, мен балам жылы жерде отыру керек, кішкентай бала болғаннан кейін, солай аяқ астынан өзімнің арманым, как будто қажеттілік екеуі бірге сәйкес болып,
қажеттіліктен туындап тұр, Иә. сондай уют жасап, әдемі қылып. Иә, кілем жаю керек. Хочешь, не хочешь, ана жерде балаң қасыңда. Оны емізесің. Мен кішкентайынан істедім ғой, бастадым ғой. 4 айынан бастап екеуміз жүрміз ше. Қазір енді 1,5 жасқа келді. Балаңызбен бірге өсіп келе жатқан кәсіп екен Иә, ғой. почти менің баламдай бизнесім. Сөйтіп аяқ асты солай үй сияқты өзім арманымдағыдай болды. Сол азанда барам. Ең бірінші Инстаграм, әлеуметтік желілермен жұмыс жасаймын. Инстаграмға өзімді таныстырып, барлық жаңадан келген заттарды видеоға түсіріп, халықпен бөлісіп отырамын. Солай мен жаңа WhatsApp, Инстаграм желілері арқылы сауда-саттық және өзімнің клиенттерім бар, сосын доставкаға. Кешкісін бізде көп адамдар жұмыстан кеш шығады да. Сосын таңертеңнен кешке дейін жұмыста отқасын, базар аралап жүруге уақыттары бола береді. Қазіргі таңда тем более уақыт жоқ адамдарда. Жұмыста отырып, заказ беріп қояды, мен кешкі доставканы дайындап қоямын. Күйеуіміз жұмыстан келгеннен кейін екеуміз барып машинамен таратып келеміз ше. Осылай мен жұмысым аяқталады. Жақсы, енді жалпы сіздің хоббиіңіз туралы айтып өтсеңіз, не нәрсені жақсы көресіз, арнайы уақыт бөліп, болмаса қолым бос кезде деген сияқты. Қазіргі таңда мен декретте отырғаннан кейін хоббиім бар деп, даже хоббиімді ұмытып қалдым. Бірақ мен көбіне қыздармен, сестралармен, қыздармен жаңа караокеге барып, ән айтып, солай ішімдеген шығарғанды жақсы көремін. Хобби ретінде санауға болады. Демалыс, жаңа уақытты тиімді өткізу, өз-өзіме арнап, солай қыздармен әңгіме айтып деген сияқты солай өткіземін. Жалпы үлгі ретінде бір арнайы көретін бір кітаптар, болмаса тұлғаларыңыз бар ма, болмаса подкаст көремін деп? Енді жаңа айтып өттім ғой, декретте отырғаннан кейін кітап оқитын шынында деген уақытым жоқ. Бірақ студент кезде көптеген жаңағы ағылшын жаңағы жазушыларының Сара Джейл мысалға, психологиялық Луиза Хей деген сияқты, Мұхаммед пайғамбарымыздың жаңағы өмір тарихы туралы діни кітаптар, Абай Құнанбаевтың қара сөздері, жалпы барлығын оқып, сөйтіп жүретінмін. Енді қазақша кітаптарды әсіресе жақсы оқитынмын. Қазір менде шынымды айтайын, кітап оқитын уақытым жоқ, өтірік айтпайын. Бірақ подкастты қараймын да, ютубтан қосып қоямын, жұмыс жасап жүрген кезде, немесе үйде жүрген кезде, жаңағы Балқия Балтабайдың ақша туралы, психология, дін туралы, ақша туралы подкасттарын көбіне қарап, өзіме бір керекті нәрселерді түртіп қоямын. Бірақ часто қараймын деп айта алмаймын, бірақ қараймын. Жақсы. Келесі, жалпы әлеуметтік желімен кәсіптің қандай байланысы бар? Қазіргі таңда өздеріңіз де білесіздер ғой, әлеуметтік желі бірінші орында тұр. Қазіргі тем более TikTokпен сату қазір хит болып жатыр. Аудиториясы үлкен, TikTokқа біз әлі жететіндей уақытымыз да болып жатқан жоқ. Өзімнің жаңа біз кішігірім аудан болғаннан кейін өзімнің Инстаграмдағы бізде сарафанный радио дейді ғой. Сол жақсы дамыған Қазалда. Кішкентай болғаның бір рет жақсысы тез тарайды. Мен сол клиенттермен жұмыс жасаймын. А так кез келген адамға әлеуметтік желі сатамыз деген адамға ең бірінші құрал болу керек. Себебі маңызы өте зор. Мен солай ойлаймын. Әсіресе TikTokпен сату керек деп мен ойлаймын. Келесі сұрақ, алдағы 3 жылға қандай жоспарыңыз бар? Алдағы 3 жылға жоспар ма, ол арман ба білмеймін. Қызылорда қаласынан үлкен торговый центрдан үлкен өз бутигімді ашу арманым. Енді білмеймін, ол орындалады, орындалмайды, бірақ соны мен мақсат етемін. Бұйырса, Алла қаласа. 3 жылда сол жоспарларым осы кәсібімді әрі қарай дамыту. Жақсы, бұйырсын. Қызылорда емес, Алматыдан, Астанадан ашыңыз кәсібіңіз, онлайн саудаңыз өте күшті жүрсін. Жалпы келесі сұрақ, өзіңіздің осы Қазалдағы кәсібіңізге сипаттама беріп жүрсеңіз, адресі қандай, Инстаграмы қандай, қайдан табады деген сияқты. Менікі осы орталық базарда орналасқан торговый центр,
сауда орталығы Нұр әлем, сол екінші этажында орналасқан уют хоум деген магазин. Осылай жазылады. Инстаграмы тоже дәл осылай жазылады. Инстаграмда уют хоум деп іздесеңіздер шығады, және адресі, WhatsApp-қа сілтеме барлығы сол жерде тұрады. Мынау біздің уют хоумның атынан сізге кішігірім сыйлық. Көп рахмет, саудаңыз жүрсін, берекелі болсын, табысты болыңыз, бір жыл емес, одан ұзақ жасасын кәсібіңіз. Енді соңғы сұрақ, бізде жалпы каналға бір сипаттама беріп кетсеңіз, болмаса бір сын пікіріңіз бар ма? Ең бірінші, сіз маған жазған кезде WhatsApp-тан мен шынымды айтайын өте қатты қуандым. Себебі мен кәсіп бастағаныма көп уақыт болған жоқ. Әсіресе ауданда қанша жылдан бері кәсіпкер болып жүрген адамдар бар. Оларды көре тұра мен өзім қатты қуандым сіз шақырған кезде. Сізге көп рахмет. Каналдарыңызға тек табыс, тек қана алға деймін. Осылай Қазалыда кішкентай аудан болса да, осылай YouTube подкаст ашылғанына мен шын жүрегіме қуандым. Өзімнің ауданымның дамығанын, көркейгенін мен қалаймын. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді айтып жатсыз ғой, мен шақырды деп. Сіздің жұмысыңыз көрінді да, көзге түсті. Содан кейін біз сізді шақырып тұрмыз. Неге жұмысыңыз кәдімгідей товарлар да жақсы. Инстаграмды жүргізгеніңіз, мысалы кейбір кәсіпкерлерде болады, Инстаграм жүргізеді, бірақ ішіне барған кезде ондай болмайды, күткеніңдей болмайды. Бір кісілер болады, Инстаграм мүлдем жүргізе алмайды, бірақ ішінде заттар керемет, жақсы заттар бар, бірақ оны сыртқа көрсете алмайды. Сол мақсатта біз әртүрлі кәсіпкерлікті ақсап тұрған тұстарын осы жақта барлығын көрсету мақсатында осы каналды ашқан болатынбыз. Бізге қонақ болғаныңызға, біздің шақыртуды елеп, ескеріп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Бүгін бізде 10-шы шығарылым аяқталды. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Келесі шығарылымда бізде алтын бұйымдарын сататын дүкенмен сұхбат болады. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.